Баршаңызға қайырлы күн достар, дәмді тағам каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде табада осындай манты жасадық. Ең алдымен 500 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұзымызды салып, жылы суымызды құйып, жақсылап жұмсақ етіп қамырымызды бастыратын боламыз. Бұл аралықта мен сіздерге алғысымды айтқым келіп тұр. Әрбір жанға менің каналыма тіркеліп, каналымның дамуына үлес қосып отқан әр жанға көп рахмет, Алла разы болсын сіздерге. Осылай етіп қамырымызды жақсылап бастырып 15-20 минутқа қойып қоятын боламыз. Осы аралықта мен енді подливасын жасайтын болам. Көріп тұрғаныңыздай үлкендеу бір жуаны алып, ірі етіп турап алдым. Осы туралған жуаны енді табамызды қыздырып, жақсылап майымызды бір келке құямыз. Және осының үстіне жуамызды салып, пиязымызды салып қуыратын боламыз. Жуамыз қуырылғанша мен сәбізімді осындай әдемі етіп турадым. Және де соның үстіне салып, тағы да 2-3 минут қуырып алдым. Келесі кезекте тәтті бұрышымызды да ірі етіп тураймыз. Менің каналымды қай қаладан қарайсыздар, комментарийға бөлісіп отырыңыздар. Мен үшін ол өте маңызды, өте қызық. Сонымен қатар сарымсағымызды да ұсақтап турап аламыз. Барлығын жақсылап турап, көкөністерімізді көріп тұрғаныңыздай қызанағымды да ірі етіп турадым. Және де барлығын енді бірінен соң бірін осы қызып қуырылып жатқан қазанымызға салып 3 минут, 4 минуттан қуырып алатын боламыз. Менде енді бұл жерде 500 грамм фарш, сиырдың еті. Соның үстіне 2 орташа картопымды ұсақтап, кубиктап турап салдым. Және де үлкен пиязымызды үккіштен өткізіп, оны да осының үстіне қостым. Блендермен де пиязыңызды ұсақтап алсаңыздар болады. Келесі кезекте менде петрушка. Петрушканы жақсылап турап, жартысын фаршымызға, жартысын қуырылып жатқан қазанымызға салатын боламыз. Сіздерде қолыңызда бар көкөністі пайдалансаңыз болады, аскөкті. Менде данный момент бар болғаны петрушка болатын. Осы жартысын фаршымызға саламыз да, жартысын подливкаға алып қойдым. Енді осы фаршымыздың үстіне дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды болса, басқа да дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Барлығын осылай етіп салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Каналымдағы күннен күнге көбейіп келе жатқан подписчиктер, күннен күнге көбейіп келе жатқан лайктар барлығы сіздің арқаңызда. Көп рахметімді айтудан мен жалықпаймын. Және де осы подливымызды, петрушкамызды саламыз. Келесі кезекте жақсылап араластырып, қызанағымызды және сарымсағымызды салып, тағы да 2-3 минутқа бұқтырып қойған болатынмын. Және осы подливымызға дәміне қарай тұзымызды, лавр жапырағын мен кішкене ғана мияты қостым. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздерге де кеңес берем.
Келесі кезекте енді қамырымызды екі бөлікке бөліп, жақсылап илеп, үлкен етіп илеп, мен кішкене стаканмен бөлшектерге бөліп алдым. Сол бөлінген әр қамырыма фаршымызды салып, өзіңіздің қалауыңыз бойынша неше түрлі формада осылай етіп жасасаңыз болады. Осылай барлығын жақсылап салып, жан-жағын түйіп, видеодағыдай етіп, енді осы қазанымызға жаймендеп орналастыратын боламыз. Менде екі бөліп пісірдім, өйткені менің табам кішкене болатын, сондықтан бір бөліп пісіріп алып, 25 минуттан кейін екінші бөлік мантымды салдым. Енді осылай орналастырған мантыларымыздың үстіне 100-150 граммдай суымызды құйып, бір қайнатып алғаннан кейін, тарсылдатып бір қайнатып алғаннан кейін 20-25 минутқа астын басып қойсаңыздар, өте жұмсақ болып, керім болып піседі. Барлық піскен мантыларымызды осылай орналастырып, әдемі етіп ұсынсаңыз өте дәмді. Әрине, мантоваркаға буға піскен манты да жақсы, бірақ бұлай да көрулеріңізге кеңес берем. Өте керемет шықты. Мен енді подливасын шамалап алып қалып, соның үстіне екінші бөлік мантымызды салып пісіріп алдым. Видеомды соңына шейін қарап, әрбір жазып отырған комментарияларыңызды оқып отырмын. Көп рахмет сізге, пікірлеріңізге, маған айтып жатқан ұсыныстарыңызға, кемшіліктерімді де айтып жатырсыздар. Оның барлығын мен өте тамаша қабылдап жатырмын. Сондықтан сіздерге алғыс айтамын. Сіздермен бірге болған Айгерім, келесі видеомда да керемет рецепттермен бөлісуге тырысамын.